Егер 2020 жылдың суретін сал десе, ойланбастан таныспен оның мәңгілік қолғабын салар еді. Фуг еткізіп, адамзат баласына проблемадан жаңбыр жауғызып жатыр. Бізді жер бетінен жойып жіберетін 6 себеп болса, соның үшеуі 2020 жылмен бірге келді. 3 қаңтар Иран мен Америка Құрама Штаттары арасында ядролық соғыс бастала жаздады. 13 қаңтар Филиппинде тал жанартау жарылып, 80 мың адамды жылу ұясынан қуып шықты. 28 қаңтар Қытай коронавирусқа ие бола алмай жатырмыз деп хабарлады. Бір айдың ішінде бізді жойып жіберуге 3 әрекет етті. Ары қарай не болар екен? Ал білгіштер мен бас қатырғыштар адамзатты құртатын 6 себепті анықтап қойған. Бәрімізде өз төсегімізде, туыстардың айналасында, бәрімен қоштасып болған соң ұйықтап жатып өліп кеткіміз келеді. Алайда бұлай өлу ғылымға белгілі 6 ақыр заман сценарийінде жоқ. Алтауы да адамзаттың азапты өлімін суреттейді. Тфа-тфа, өзімен кетсін. Сонымен, болжам бойынша 21-22 ғасыр жер атты планетаның жаназасы шығарылатын мерзім. Іске асу ықтималдылығы азынан бастаса, бізді ғарыштан келген дәу астероид пшық деп басып қалуы мүмкін. Соңғы рет диаметрі 300 метрге жуық 2019 PDC атты аспан денесі жерге 2020 жылдың 29 сәуірінде құлап 1 миллиард 200 мың адам бірден қаза табады. Басқасы динозаврлар сияқты біртін қырылып, ең соңында тарақандар ғана тірі қалады деген сыбыс тараған еді. Бірақ бұл сыбыстың кезекті фейк екені анықталып, дүкеннен майша мен тұз сатып алатындар үйлерінен шыға қоймады. Ешкім ақыр заманға дайындалмады. Дегенмен, біздің кішкентай планетаны көздеп ұшып келе жатқан үлкенді кішілі 700 астероид бар екен. Бірақ олар ұшып жетемін дегенше нағыз Тони Старктар пайда болып, кез келген тастың пачақ-пачағын шығарамыз дейді ақылды адамдар. Простите, Земля сегодня закрыта. Сондықтан астероидтан келетін ажал 6-шы орында. 8 миллиард адамды құртып жіберетін 5-ші себеп – жасанды интеллект. Терминатор фильмдегі адам мен роботтар арасындағы қырғын естеріңізде ме? Матрицадағы майданшы, оның бәрі жасанды интеллект жемісі. Бәріміздің қолымызда бір жасанды интеллект бар. Олар біздің өмірімізді қазірдің өзінде басқарады. Білетін адамдар, роботтар бізге соғыс ашып, бізді жаулап алу үшін әлі де 100 жылдар керек дейді. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Басымызға Арнольд Шварценеггер мен Киану Ривзді қайдан табамыз? Төртінші қауіп көзі Қазақстан жерінде жоқ. Ең танымал супер жанартау бізден мыңдаған шақырым алыс Америка Құрама Штаттың Йеллоустоун ұлттық паркінде жатыр. Дегенмен жер бетінде 20 шақты супер жанартау бар. Олардың іші толған магма. Вулкан деген киноны көрсеңіздер, магманың жойқын күшін танисыздар. Егер аяқ астынан ақылдасып, 20 супер жанартау бірден жарылмаса, әзірге адамзатқа қауіп жоқ. Ғалымдардың бақылау бойынша, олар әр 100 мың жыл сайын бір рет гүрс етіп қояды екен. Сондықтан магмаға батып, балқып өлу біздің сценарий емес. Бағанадан бері дым қорықпай отырсыздар ма? Қазір қорқытамыз. Бу! 3-ші орында әртүрлі пандемия. Дәл қазір бізді үйімізге қамап тастаған коронавирус пандемиясы әлемнің соңғы карантиніне айналып кетуі мүмкін. Бұған дейін әлем 6 түрлі пандемиямен алысқан. Ең үлкен қауіп төндіріп, 100 миллион адамды ата-бабасын аттандырып жіберген атақты испанка кәдімгі тұмаудың бір түрі еді. Әрине, қазір індетпен күресудің жолдары көп. Мүмкіншіліктер баршылық дейтін шығарсыздар. Күресудің жолдары қаншалықты болса, күрескісі келмейтіндердің саны соншалық. Дегенмен паника тудырып, аттандауға әлі ерте. Сіздер атын бәрібір жаттамайтын ғалым. Адамнан адамға жұғатын ауру қауіпті емес. Егер жәндіктерден адамға жұғатын вирус пайда болса, капут дейді. Сондықтан коронавирус жұқтырғандар байқамай шыбын-шіркейді тістеп алмасын деп тілейік. Адамзатты ақыр заман қорасына кіргізетін бірден бір себеп – ядролық соғыс. Сонау 1987 жылы Рональд Рейган мен Михаил Горбачев ядролық ракеталарды жоямыз деп қол қойған келісімді 2019 жылы Дональд Трамп пен Владимир Путин бұзды. Енді екі алып мемлекет тақ-тақ ойынын бастап кетпесе болғаны. Ол аз десеңіз, Иран, Солтүстік Корея, Қытайда ядролық ойшықтар бар. Әй, тыныш отырыңдар. Ядролық қарудан да қауіпті не бар деп отырсыздар ма? Міне, бірінші деңгейлі қауіпке де келдік. Болжағыштардың орындалмай кеткір жоспар бойынша 2070 жылдан бастап жер бетінде қуаңшылық болады, жайылым жойылады, жануарлар қырылады, аштық жайлайды. Неге бұл сценарий қызыл деңгейлі қауіпке жатады? Астероид құлауы мүмкін, құламауы мүмкін. Жасанды интеллект адамнан асып түсуі мүмкін, асып түспеуі мүмкін. Жанартау атылуы мүмкін.
атылмауы мүмкін. Пандемия өршуі мүмкін, өршімеуі мүмкін. Соғыс басталуы мүмкін, тіпті басталмауы да мүмкін. Ал жердегі ауа температурасының жылдан жылға көтеріліп келе жатқаны факт. Мұздықтар еріп жатыр. Мұхиттар даладағы дәретхана сияқты қоқысқа толып қалды. Ең айқыны қуаңшылықтан аштық, аштықтан соғыс, соғыстан пандемия туады. Міне, енді ақыр заман қорасына қош келдіңіздер. Подскриптум: не көрмеген бас, бәрі жақсы болады.